Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, дәмді болып шығатын эскимо жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен біз бисквиттерімізді осылай ұнтақта бөлшектеп аламыз. Бисквитті арнайы дайындасаңыз болады. Мен сізге қазір бисквиттің рецептісін, ссылканы тастап кетемін. Мендегі бұлындағы бисквит, бенто торттан қалған бисквит, қазір түсіріп жатқаным. Осылай ұнтақтап аласыздар. Және қатты ұнтақтаудың қажеті жоқ. Қазір бұл крем қосылғаннан кейін өте жұмсақ болады. Осындай кремімізді қосамыз, одан соң ұнтақталған бисквитімізға. Кремнің да ссылкасын қазір қалдырып кетемін, қалай жасалатынын. Осылай кремді қосып, әдемілеп араластырамыз. Бір текті масса болғанға дейін. Осындай жұмсақ, әдемі болып шығады. Бұл эскимоны, егер сіздің балаңыз тортты жақсы көрмейтін болса, немесе түрі ұнамайтын болса, осындай эскимо түрінде жасап берсеңіз, бірден жеп қояды. Формамызға осылай алдымен ағашты енгізіп, барлық жағына, одан соң үстіне салып шығамыз. Бисквитімізді креммен араласқан формаға салынған бисквитті 1-1,5 сағатқа мұздатқышқа салып қоясыздар. Пока мұздатқышта тұрған кезде бисквитіміз, біз шоколадный глазурь жасаймыз. Ол үшін алдымен шоколадты осылай салып, ыдысыңыз узкий, ұзын болғаны дұрыс, себебі қазір ішіне біз эскимомызды батырамыз. Микроволновкаға, қысқа толқынды пешке 20 секундтан өйстіп салып шығамыз. Осындай сұйықтық болғанға дейін алып араластырып тұрасыздар. Осындай консистенциясы болған кезде үстіне сливки қосып, сливкимен бірге араластырамыз шоколадымызды. Сұйылғанша, екеуі бір текті араласқанға дейін. Осындай сұйықтыққа жеткенде біздің глазуріміз дайын. Енді мұздатқыштан эскимомызды алып, глазурға батырамыз. Эскимоны осы күйінде жесеңіздер де болады, балдар тез жеп қояды. Егер столға қоятын болсаңыз, таптырмас идея, былайша айтқан кезде. Осылай шоколадты глазурымызға батырып шығамыз. Егер шоколадты жақсы көрмейтін болсаңыздар, жай өзін эскимо қылып жіберсеңіздер болады. Осылай барлығын батырып шыққаннан кейін, қалауларыңызша әсемдейсіздер. Мен мұнда жидектер қойсаңыздар, сублимированный ягод қойсаңыздар болады. Мен мұнда қазір жаңа жыл жақындағандықтан осылай елка жасадым. Елканы жасап жатқан крем, бағанағы бисквитке араластырған кремнің рецептісі. Қалған крем ғой, былайша айтқан кезде жасыл бояу қосып, осылай бояп шықтым. Одан соң вафельный крошки пайдаландым. Дайын болған эскимоны 2 сағаттай тоңазытқышқа салып қойыңыздар, шоколады қатқанға дейін, одан соң жей берсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын.